Жұмыртқа қабығының пайдасы. Сәлем достар. Бүгін сіздермен жұмыртқа қабығының пайдасы туралы айтамыз. Жұмыртқа қабығы негізінен калий, фосфор, темір, магний және кремнийден тұрады. Канада, ақш және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтынын дәлелдеген. Жұмыртқа қабығының ұнтағы жүкті әйелдер мен балалар және ересектер калий жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады, зиянды холестерин деңгейі азаяды. Зат алмасу процесі қалпына келеді. Қалқанша безі ауруларының алдын алады. Гастрит жазылады. Қан тазарады. Балалардағы рахит және анемияның алдын алады. Аллергия емделеді. Шаш пен тырнақ қатаяды. Жүйке қызметі жақсарады. Алайда, ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды. Бірақ, ағзаға аурудан айығуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, жұмыртқа қабығының ұнтағын әзірлеуде тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн. Жұмыртқадан ұнтақ әзірлеу тәсілі. Жұмыртқаның ішіндегісін тазартып, жұқа пленкасын алып тастау керек. Қабықты жуып, 5 минуттай қайнатады. 5-6 сағат кептіріп, майдалау қажет. Ұнтақты қараңғы жерде немесе шыны ыдыста сақтаған дұрыс. Сондай-ақ, піскен жұмыртқа қабығынан да ұнтақ дайындауға болады. Қолдану әдісі. 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай ас қасық ұнтақ беруге болады. Ал 14 жастан асқан және ересек адамдарға күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қабылдау қажет. Жұмыртқа қабығы оңай қорытылады және ағзаға өте пайдалы кальций көзі болып табылады. Рахит – балалар тістерінің дұрыс өспеуі, омыртқаларының қисаюы мен осал тістер. Кәрі адамдарының сүйектерінің тез шынығыштығы мен сынғыштығы сүйектердегі кальцийдің жетіспеушілігінің кесірінен болады. Ағзадағы кальций алмасудың бұзылуы қанның аздығына, тез салқын тигіштікке, аллергияға, еріндегі герпестерге душар етеді. Ал ағзадағы бұл жетіспеушілікті түзеу қиындау мәселе. Хлорлы кальций, гипс, бор сияқты нәрселердің адам ағзасына қорытылып сіңуі өте қиын. Тауық жұмыртқаларының қабығында 90% кальций карбонатынан тұрады және оңай қорытылады. Оның құрамында ағзаға қажетті барлық 27 микроэлементтер табылады. Ең маңыздысы кремний мен молибденнің барлығы біздің күнделікті тамағымызда бұл элементтер жоқтың қасы. Олар болса, ағзамыздағы барлық биохимиялық реакциялардың дұрыс түзілуінің негізгі себебі болып табылады. Жұмыртқа қабығының құрамы адамның сүйектері мен тістеріне таң қаларлықтай сәйкес. Онымен қоймай, жұлындағы қан жасушаларының жұмысын күшейтеді. Сәйкесінше, ағзаның түрлі радиациялық әсерге шыдамдылығын арта түседі. Құрметті көрермендер, халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігерлермен кеңескендеріңіз жөн болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.